бүгін біз Бекторының қазынасы бойынша 3 оқу мақсатын қарастырып отырмыз. Ол жаңағы уақыт пен кеңістікке байланысты, және қазір көрсетем, слайдымды қосып алайын. Сосын кейіпкерге байланысты жинақтау және даралау арқылы кейіпкерлерді жасалуы. Бүгінгі 4-ші дәрісімізде біз жалпы көркем бейне және оның түрлеріне кішкене тоқталамыз. Қайталау бұл. Образ жасалудың жолдары бар өзінің. Негізі асқан теорияда көркемдік әдіс жағынан, әдеби тек жағынан және көркемдік тәсіл жағынан 3 жағынан алып қарастырады. Енді көркемдік әдіс деген кезде біздегі қазіргі қалыптасқан 2 түрлі әдісті білеміз: романтизм және реализм әдісі. Бірақ бұған дейінгі көптеген әдістер бар ғой әдебиет тарихында. Жаңағы барокко бар, классицизм бар, сентиментализм бар. Оның бәріне біз тоқталып жатпаймыз. Біз жалпы әдебиет теориясында бүгінгі қалыптасып отырған 2 осы әдіс тұрғысынан келеміз. Бірақ болашақта әдебиеттің зерттеу объектісін көркемдік әдіс талаптары, көркемдік әдістің түрлері көбейетін сияқты. Себебі қазір модернизм, постмодернизм әдістері келіп жатыр. Қазіргі шығармалардың көбінде постмодернистік сарын басым. Постмодернизм деген кезде бұл модернизмнен кейінгі деген болғанменен модернизм жалпы мына романтизмге ұқсайды да, ал постмодернизм реализмге ұқсайды. Бірақ реализмнен қарағанда кішкене адамның, кейіпкердің күйзелу, қоғамға қарсы шығу, қоғамның қарсылығынан белгілі бір жаңа экзистенциализмге, жалғызсырауға, жалғыздануға жаңағы ұшырайтын бір әдістері болады. Сондықтан болашақта, енді қазір емес, көркемдік әдістің жаңағы аясы кеңуі мүмкін. Ал бүгінгі күні біз 2 әдіс тұрғысынан қараймыз: романтикалық әдіс және романтизм және реализм. Одан кейін әдеби тектің өзінен өзі білесіздер 3 түрі: эпикалық, лирикалық, драмалық. Эпика, лирика, драмаға байланысты осындай образдар болады. Эпикалық образ дегеніміз кең көлемде суреттелетін портреті бар, оның киім киісі бар, сөйлеу мәнері бар, сосын қоғамдық ортадағы белгілі бір орны бар образды біз эпикалық образға жатқызамыз да. Ал лирикалық образ ол кейіпкер лирикалық сезімге құрылған лирикалық туындыларда болса, драмалық образ міндетті түрде диалог арқылы ашылатын және монолог арқылы ішкі психологиялық ахуалын білдіретін образдың түрін айтамыз. Жалпы осы образдар деген кезде, енді тәсіл деген кезде бұл юморлық, сатиралық, фантастикалық, трагедиялық, геройлық, тағы да басқа. Мысалы, қазір фэнтези образдар бар. Мысалы, қарап отырсаңыздар, фэнтези жанр. Комикс болса, комикстік образдар бар. Сондықтан жанрдың жаңағы түрленуіне байланысты олардың жасалу образдарын тәсілдерде көбейеді. Сондықтан біз мынау қалыптасқан дәстүрді әзірше ұстанып отырамыз, бірақ ойымызда басқадай образдардың жасалу тәсілдері бар екенін білуіміз керек. Мысалы, фэнтези шығармасын оқытып отырған кезде, ондағы образдың ішінде юморлық сипаты да болуы мүмкін, бірақ фэнтези сипаты да болуы мүмкін. Мысалы, фэнтези деген кезде олардың ерекше бір қабілеттері болуы мүмкін. Адам болса, сиқыршылық, немесе мифологиялық бір кейіпкер келуі мүмкін, сол жаңағы менің ішінде. Сонда бұлар жаңа тәсілмен жасалған образдар болып есептелінеді. Енді көркем бейненің типтік және даралық сипаты деген кезде образдың 2 түрлі қырын біз негізге аламыз. Бір объективтік танымдық, субъективті шығармашылық. Объективті танымдылық, яғни адамның белгілі бір образды шындықпенен байланыстыруы, өмірмен байланыстыруы. Олар образға көркем
тән болған нәрсе өмірдегі жаңағы іс әрекеттерден, өмірде болған оқиғадан алынатындығы. Сосын кейін образдың жаңағы шындық түрінде болуы және ойдан шығарылуы. Ал субъективті деген кезде бұл сұлулық, үйлесімділік, соған байланысты жинақталып бір жерге берілуі. Мысалы, Абай жолында мұндай образдар өте көп. Мысалы, Тоғжанның бейнесі сұлулықтың символы сияқты болып, Әйгерімді керемет сұлу, әдемі қылып сипаттайды. Керімбаланы сол сияқты, бұлардың бәрін жинақтап келеді. Біз қандай образ аламыз? Субъективті шығармашылық образ, бұл қазақ қызының бейнесін аламыз. Мысалы, келесі көркем қиял менен көркемдік ойлаудан туған жаңағы дүниелер болады. Бұл жаңа автордың өзінің жанынан қосатын, автордың ойында жүрген дүниелердің барлығы осы субъективті шығармашылық образдың субъектив шығармашылық қырларына жатады екен. Енді келесі неге назар аударсаңыздар, образдар мазмұндық сипатына байланысты, ең бірінші мазмұны, ол көріністі суреттейтін, шындыққа жанасымдылығы, детальдық, пейзаждық, анималистік, шартты, абстрактылық, реалистік сияқты түрлері болады екен. Олардың жағымды, жағымсыз болуы, гуманистік болуы, геройлық болуы, тағы да басқалардың барлығы образдың белгілі бір тип жасауға әсер ететін. Біз типтік бейне деген кезде ол жаңағы жинақтаудан шығады. Осының барлығы жинақталып келіп, біздің көз алдымызға типтік бейнені жасайды. Сосын бізде прототип деген сөз бар, теория. Одан кейін архетип деген сөз бар, прототипті біз бұрыннан білеміз, айтып жүрміз. Архетип деген архетип образдарды біз кейіннен айтып жүрміз. Архетип образдар көбінесе ертегілік, мифтік, мифологиялық бейнелерде, немесе арғы үлкен бейнелерді ерте заманға әкеліп суреттейтін болсақ, ол образдар көбінесе архетиптік образдар ретінде қарастырылады. Енді бүгін сіздермен жинақтау және даралау тақырыбына байланысты үш жаңа мақсатқа тоқталып отырмыз. 11-ші сынып. Бұл гуманитарлық бағыттағы жаңағы мақсатты алып отырмыз. Себебі Викторның қазынасы әңгімесі гуманитарлық мектептерде оқытылады. Бұл көркем әдебиетте жинақтау жаңағы типтік бейне жасаса, даралау арқылы жаңағы кейіпкердің мінезін ашамыз. Мысалы, біз өзіміз білетін нәрсеге тоқталсақ, Абай жолы романында Құнанбайдың бейнесі ол типтік бейне. Бірақ оның дара өзіне ғана тән мінезі бар. Мысалы, оның типтілігін анықтайтын не нәрсе? Ең алдымен оның жаңағы халықтың алдында жүретін үлкен болыстығы, аға сұлтандығы, яғни болыс аға сұлтанға тән мінездер, қоғамдық әлеуметтегі басқа адамдармен қарым-қатынас жасау кезіндегі мінезі, әрекеті, оның киім-киесі, оның сөйлеу мәнері, оның жаңағы әртүрлі жаңағы билерменен өткізіп отырған жиындары, сондағы өзінің ұстауы, отырысы, Мұхтар Әуезов соның бәрін сипаттай келеді, жаңағы сол заманның 19-шы ғасырдағы аға сұлтанына тән образдай, бұл типтік образ. Яғни сол образдың ішінде барлық 19-шы ғасырдағы аға сұлтандардың бейнесі болады. Енді дара мінезі, Құнанбайдың ақылдылығы, Құнанбайдың жаңағы мінезіндегі көрсетті, оның жаңа қаталдығы, оның белгілі бір дәрежеде қарақылды, қақ жаратын әділдігі өте көп жерде көрінеді. Біз романды Құнанбайдың образын жаман қылып көрсеткен болатын кезінде бізге ұстаздарымыз. Бірақ біз қазіргі күні қайта оқып шыққан кезде Мұхтар Әуезовтың Құнанбайды бір сөзбен де қараламайтын, бір сөзбен де жамандамайтынына көзіміз жеткізіп отырмыз. Сондықтан Мұхтар Әуезов жаңағы Құнанбайдың дара мінезін жасаған кезде де ол тарихи өмірде болған жаңағы тірі адамның прототипінен алып отыр. Яғни біз жаңа айтқан прототип бейне бұл даралауға алып келеді. Ал архетип бейне ол типке әкеледі, типтендіруге. Себебі архетиптің бойында жаңағы заманына лайық қасиеттер басым болады. Міне сондықтан біз бүгін үш жаңағы оқу мақсатын қараймыз. Бұл көркем шығармадан фильтр жүйесі мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету. Яғни Викторның қазынасында қандай өмір шындық көрінді, соны қараймыз.
Бұның әдеби шығарманың композициясының жанрлық ерекшелігіне байланысты уақыт пен кеңістік тұрғысынан қарастырамыз. Автор бейнесін шығарманың негізгі идеясына байланысын анықтаймыз. Яғни бүгін тағы да автор бейнесіне біраз назар аударамыз. Енді мына слайдқа назар аударайық. Онда мен мынандай сөз жаздым. Метапроза дедім, метапроза деген сөз ағылшын тіліндегі метафикшн, яғни бұл мета деген көп дауысты проза, көп жаңағы қабатты, көп бірнеше жаңағы оқиғалы дегенді білдіреді. Шағын ғана әңгімені біз метапрозаға жатқызып, себебі бұл жерде үш мекеншақ көрінеді. Немесе орысша оны хронотоп деп атайды. Мекеншақ деген сөзді алғаш рет қазақшалаған бұл Бақытжан Майтанов деген үлкен ғалым ағамыз болған, сол кісі теоретик, сол кісі осы хронотопты аударды. Яғни үш мекеншақта үш ғана адамның көрінуі. Телефон, мына iPhone деген номер өшіріп қойсаңыз дауысыңызды. Рахмет. Сонда үш мекеншақта бір ғана адам қалай жүреді деген сияқты ойлап қалуымыз мүмкін. Міне қазіргі күні біз 2D, 3D, 4D кеңістіктер деп айтамыз ғой. Әдебиетте де сол жаңағы 3D кеңістікте көрінеді. Мына Әсемқұловтың Бекторының қазынасындағы образ. Бұл жерде жаңағы Бектора емес негізгі кейіпкер адам. Себебі кез келген шығарма жаңағы әртүрлі жануар туралы болса да, тағы өмірдегі барлық оқиғалар туралы айтыла берсек те, біз ең бірінші бұл шығарманың барлығы адам туралы болды. Жалпы адамды тану, адамның бейнесін ашу, адамның сұлбасын ашу деген сияқты дүние. Енді Таласбек Әсемқұловтың мына сөзіне назар аударайық, себебі бұл осы шығарманың жаңағы негізгі идеясын ашуға әсер ететін бір сөздердің бірі деп санаймын. Ол былай дейді: ең әуелі қандай да болмасын текстті пайымдай бастағанда, ол өнер топырағынан өсіп шыққан ба, өнердің егемендігінде тұр ма, осыларды анықтап алуымыз керек. Ойланып көрейік. Қандай да мәтінді текстте тұрған талдап ойлана бастағанда, ол өнер топырағында ма, өнердің егемендігінде тұр ма? Өнердің егемендігі дегеніміз не? Яғни өнердің тәуелсіз болуы, өнердің ешкімге бағынысты болмауы, өнердің жаңа көрсеткен кезде, өмірді көрсеткен кезде нақты шынайылығы, кез келген жағдайда соны біз тәуелсіз болуы өнердің, соны айтып тұр. Яғни Бекторының қазынасының идеясына автор не салды екен, мен соны қараймын. Енді Бекторы туралы. Бекторы кім деген кезде бәріміз білеміз, Бекторы перінің қызы Бекторы деген ертөстік ертегісінен білеміз. Мына кішкентай ғана үзіндіге назар аударыңыздар. Бала кезінде ең жағасы көріп тыңдайтын ертегісі ертөстік еді. Әжесі таңғажайып хикаяны айтып болып, міне немелтайым, осындай да кеп болған екен деп дейтін күрсініп. Түнде түсіне Ерназарды құдықтың жанында ұстап алып азапқа салған Бекторы кіреді. Оянғанда көрген әжесіне айтады: ол жын пері ғой, ойлама, деуші еді мұндайды әжесі. Құдай Бекторыны кездестіргеннен сақтасын. Міне, шығарманың экспозициясында автор Құдай Бекторыны кездестіргеннен сақтасын. Яғни, жын періге, сайтанға адам кездеспеу керек. Негізгі жаңағы кіріспе сосы. Бұны ойларыңызда ұстап отырыңыздар, ары қарай кетеміз. Енді қарайық, сол Бекторының бейнесі шығарманың өн бойында ылғи да күледі деген нәрсеменен, күлкіменен байланысады. Егер біз талдап отырған кезде шығарманы осындай күлкіге, қабағының түйгеніне, жүрісіне кейіпкердің назар аудартсақ, сонда жаңағы кейіпкер ашылады. Бұрынғы кезде бізге Жүсіпов Пандықпазұлы осындай картотекалар тергізетін бәрімізге бөліп беріп.
табиғат суретіне байланысты желдің соғуы, қардың жаууы, жаңбырдың жаууы, аттың жүрісі, шөптің өсуі, шөп қалай өсіп тұр, немесе таудың жаңағы сұлбалары, адамның бет бейнесі, қасы, мұрыны, ауызы, шашы, құлағы, тағы басқа бәрін бөліп беретінде, соны біз шығармалардың ішінен теретінбіз. Сонда есімізде не қалады деген кезде, сонда сол кейіпкердің жаңағы бейнесі кәдімгідей жатталып қалады, бұны қайта-қайта тере бергеннен кейін. Сондықтан сіздерге осындай бір тәсіл қолдануға болады, балаларға тергізіп көруге. Мысалы, былай дейді, Бекторымен алғаш кездескеннен кейін жүзік береді ғой Қайырболдыға. Сол кезде қыз жымиып күлді, бірақ жүзікті алмады. Жымиып күлді дейді. Жымиып күлдің мағынасы бар ар жағында. Мен сізді тағы да жүзік берейін деп тұрма десем, деп екінші рет кездескенде қыз тағы да күлді дейді. Жай күліп тұр, иә? Қайырболды түршігіп кеткен. Қыз басын көтеріп күле қарады дейді. Яғни Бекторы Қайырболдының кім екенін бәрін айтып берген кезде Қайырболдың денесі түршігіп кетті. Бағанағы Бекторыға кездесуден Құдай сақтасын деген сияқты сөз мына жерде түршігіп кету деген сөзбен байланысып тұр. Тағы қара, кенет қыз бұның жүзіне тағы да күле қарады. Бұл да Бекторы. Келесі, жүзіктің ақшасына сатып алған пәтеріңізді айтам. Қыз шалқая беріп сақылдай күлген. Одан кейін қараңыздар, айттыңыз не ойладыңыз? Қайырболды ойланып қалған кезде Бектор соның ойын біліп қояды ғой. Жауап береді, сол ойға жауап береді. Сонда айтады, айттыңыз не, ойладыңыз не, бәрібір емес пе? Қыз суық жымиған. Бағанағы жай жымиса, енді бұл жерде суық жымиды. Ең бастысы көңіліңізде тұр. Қыз тағы да жұмбақ жымиған. Ал енді танысуға болады. Қыз жақындап келіп Қайырболдың көзіне қадады, мен Бекторымын. Бекторы көңілсіз жымиды. Мін қарасаңыздар, күлудің бірнеше түрі көрдік. Жұмбақ жымиды, көңілсіз жымиды, суық жымиды, жай жымиды, сақылдай күлді, басын көтере күлді деген сияқты күлкілерді көреміз. Ал күлкі дегеніміз көбінесе бізде жаңағы мынау жын пері, тағы басқа дүниелерменен, жалпы мифологияда солармен қатар жүретін белгілі бір қимыл әрекет болып есептелінеді. Енді Қайырболдыға тоқталамыз. Қазір екеуін байланыстырамыз бірге, иә? Қайырболды есейіп ер жетті. Әскерден кейін Алматының орталығындағы ресторанның бірінде жұмысқа тұрады. Ет, көкөніс турайды, одан кейін барып жаңағы даяшы дәрежесіне көтереді. Енді мына жерге қараңыздар. Бұл сөздің барлығын бірінші абзаста тұрған автор айтып тұр, иә? Екіншіге назар аударайық. Екінші, Құдайға шүкір дейтін, тамақ тоқ, көшеге киіп шығатын бір сырғы киім бар. Тапқан таяңы қаладан таптауыр пәтер жалдауға да, атасы мен әжесіне жәрдемдесуге де жететін. Бірақ көңілдің тереңінің түкпірінде әлде бір мазасыз ой күніне неше оянып, жегідей жеуші еді. Яғни, Қайырболдыны жегідей жеп жүрген ой бар. Ол ой неге байланысты десеңіздер, ол мына ресторанға келген неше түрлі байлардың әртүрлі көліктерін, әртүрлі киімдерін, олардың қалай тамақ ішкенін көріп жүрген даяшы жігіттің көңіліне жаңағы дүние қоңыздың құрты түседі. Көрдіңіздер ме? Оянып жегідей жейді. Келесі осы құртты жаңағы біліп қояды, көрдіңіз бе? Бекторы оның көңілінде жаңағыдай алаң бар, дүниеге жақын екенін біледі. Сондықтан ол басқа-басқаға емес, Қайырболдыға келіп жүзігін тастап кетеді. Ол жүзік $8 миллион тұрады. Соны сатып, Қайырболды өзіне үй алады ғой. Қайырболдың жүрегі әлде бір жамандықты сезіп, сыздай ауырған. Ол жүрегін айырбастауға келген сәтті. Алдында соның. Алыстан талықсып бір қорқынышты әуен естілгендей болды. Бұл қыз адамның ойына құя алатын болып шықты. Шарасыз таусылған Қайырболды енді жалынуға көшті. Енді мына жаңағы үзіндіге назар аударамыз. Қазақта қорқақ адамды жүрегі жоқ адам дейді. Мен айтайын дегенім осы ғана дейді. Қайырболды қорқып кеткенде. Тағы да жүрек деген сөзді айтты. Біз бағанадан бері Қайырболдының жүректі бірнеше айтқанын көрдік. Яғни әңгіме адамның жүрегі туралы.
идея қалай келе жатыр? Жүректі ашуға байланысты, жүректің ішіндегі жаңағы адамдыққа байланысты келе жатыр. Әрине сенде жүрек деп аталатын нәрсе бар, бірақ сендегі жүрек тек қана ары бері айдайтын мүше ғана. Ертеңгі күнді ойлап сарғайған, бітпес үрейден әбден жансызданған бір жапырақ ет қана. Осы адамның ет жүрегі деген қызық нәрсе, деді тағы Бекторов. Өзі бар, өзі жоқ, өзі жоқ, өзі бар. Қайыр болды, сөзіңіз жұмбақ. Бірін түсініп, бірін түсінбей тұрмын дегенде Бекторов көңілсіз жымиды. Айтайын дегенім, жүрек бар болғанда жоқ, ол өзі жоқ болғанда ғана бар дейді. Көрдіңіздер ме? Жұмбақтап тұр. Ол жүрек жоқ болғанда бар дейді. Яғни жүрегіңді жоғалтқан кезде, кез келген жаңағы белгілі бір аяулы дүниені, жақсы дүниені жоғалтқан кезде ғана адам өкіне бастайды. Міне автор осыны да астын сызып көрсетіп отыр бізге. Енді қарайық. Бекторы Қайырболдыны үйіне алып барған кезде, осы үйдің табалдырығын аттағаннан тәнеден кеткенсің, деді Бекторы. Сен қазір өңіңде емессің, анықтап айтатын болсам, сен қазір түп санаңда отырмыз. Яғни, жаңағы жын пері адамның түп санасында отыр. Автор не айтқысы келді? Дүние әлемде біздің ойымыз, біздің өзімізден жаңағы артық, адамнан артық ештеңе жоқ. Енді қарайын, ішімде осынша салтанат бар екен, ешқашан сенбес едім, деді Қайырболды дауысы дірілдеп. Ол жерге барғанда неше түрлі әдемі бір үйдің ішіне кіргізеді ғой, сонда ол өзінің іші екен, сондай салтанатты сарай. Сонда Бектор айтады, сендер адамдар өздерің білмейсіңдер, түк те білмейсіңдер. Осы бүкіл дүние не керек, барлығы бүкіл ғарыш өздеріңе екен, өздеріңнің іштеріңде екенін білмейсіңдер. Бектор тақау келді, сонымен жүрегіңді маған бересің ғой, деді. Енді қарайық. Сыртқа шыққан Қайырболды машинасын көре алмады, артынша үстіндегі өзінің бұрынғы қарапайым киімін танып, бәрін түсініп, рахаттанып тұрып. Одан соң медеудің жолымен төмен қарай асығып жөнелді Алматыға. Бұл шығарманың соңғы жағында. Яғни, Бекторны қайтадан кездестіріп, өзінің жүрегін алатын жері бар. Ол жүректі алу үшін Қайырболдыға не керек болды? Қайырболдыға сол баладан өзін таныған уақыты. Көрдіңіздер ме? Сол кезде барып, ол есін жиды, бағана дүниеге мас болған қалпынан жаңа қайтадан өзінің есін жиып, Бекторыдан жүрегін қайтарып. Лаура Оспанова, өшіріп тұрсаңыз дауысыңызды. Лаура, дауысыңызды өшіріп қойыңызшы. Енді бізде шығармада кейіпкерлердің мінезін жаңағы, тура жанама мінездеу бар. Тип жасау кезінде, бейне жасау кезінде, Лаура Оспанова, телефоныңыздың дауысын өшіріп қойыңызшы. Өтініш. Қосалқы жаңағы тәсілдер болады. Ол адамның киген киімі, үй жиһаздары, бөлмесі, немесе басқа бір заттар, айту бір заттар. Мысалы, мына жерде үзіндіде солар берілген. Мысалы, ақ, қара, қызыл, сары, мәрмәр діңгектер, әр бұрышта зүбәржаттан қашап жасалған алып базалар, төбеден салбырап тұрған алтын люстралар, 6 шаптырым залда, ат шаптырым залда кем дегенде 100 адам сиятын үстел, ақ дастарханның үсті қисабы жоқ тамақтың, шараптың түрлері. Қайырболдының көзі бұлдырап кетті. Тағы да екеуі дәлізде жүргендегі жаңа үлкен есік, самаладай жарық, осындай бөлмені не дейді? Ол кейіпкер кеңістікте, біз шексіздіктеміз дейді. Яғни, бағана ол айтты, біз түп санада отырмыз, сенің түп санаңда. Яғни, адамның түп санасы өзі үшін гиперкеңістік. Яғни, автор бұл жерде уақыт пен кеңістікті жаңағы алатта кішірейтіп, адамның өзінің ішкі жан дүниесіне салып береді. Bir жағы кішкентай, бір жағы үлкен формада көрінеді. Енді жаңағы неге мына суретке назар аударайық, көзін ашып өзінің қайда екенін түсінбей жақ жатты дейді. Ақырын тұрып жан жағына қарады.
аэровокзалдың жанындағы жұпыны пәтеріне мүлдем ұқсамайды. Үйді қарап шықты, 11 бөлме екен. Бір-біріне ұқсамайды. Бөлменің біреуі қымбат таспен қапталған болса, біреуі заты түгел, аты да белгісіз ағашпен көмкерілген. Бірнеше жерде телефон аппараттары тұр. Ванна көздің жауын алатын қара мрамормен безенген. Ат шаптырым ас үй үстелінің үстінде бір шиша тұр. Ары қарай осылай сипаттап суреттейді. Яғни бұл бөлме жаңағы Қайырболдының бай болып шыға келген дегісі бөлмесі. Енді ең соңына қарата Қайырболды сағындыққа айналады. Ол оянғанда өзін жаңағы жүрегін қайтарып алғанда қайтадан сағындық кейпіне түседі. Ол біз бағана мына жерде айтқан. Сыртқа шыққанда Қайырболды машинасын көре алмады. Артша үстіндегі өзінің бұрынғы қарапайым киімін танып, бәрін түсініп рахаттанып тұрып білген. Содан соң медеу жолмен төмен қарай асығып жөнелді Алматыға. Қарап отырсаңыздар, адам үшін идея, жалпы идея, адам үшін ең бақытты сәт, адам үшін не керек деген кезде Таласбек Әсемқұлов оның еркіндігі, оның жүрегінің тазалығы, оның жаңағы бай болған дүние мүлкі емес, оған адамға қарапайым тіршілік керек екенін осындай жаңағы сөздермен берген. Енді қайтадан неге барайық? Мына жерге. Міне, оқу мақсаттарына қайтадан тоқталайық. Осында кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету. Яғни жаңағы Қайырболдының бойына қандай қасиеттерді жинады? Оның бірінші әжесі мен апасының баласы, атасының баласы екендігі жаңағы жинақтап жатыр. Бізде әжесі мен атасының баласы балалар көп қой. Одан кейін қазақтың егемендік алғаннан кейінгі қазақ жастарының қалаға жиналып, студенті де бәрі міндетті түрде ресторанда жұмыс істеп жүргені, оның жаңағы даяшыға дейін көтерілген сәті, осының барлығы Қайырболдының бойына жаңағы ортақ белгілерді жинақтауы. Ал енді Қайырболдының жаңа дара мінезі, ол қай жерден көрінеді? Ол оның ана жүзікті ұстап жүруі біраз уақытқа дейін. Одан кейін соған байланысты алдында көңіліне кірген құрт, дүние туралы өзі жаңағы андасында ойланып қалатын дүниесі, сол жаңағы ақшаға алып барды. Бұның ішінде оның қорқақтығы, қорқып кеттім деуі, қорыққан кезде сенің жүрегің жоқ қой деп айтуы, ана Викторның сол жерлері оның дара мінезіне жатады. Ол ондай мінез басқа адамда болмауы мүмкін, егер сондай бір жағдайда,